қазақ телевизиясының алтын қорында жатқан дүниелер қазіргі осы сала майталмандарының қолымен жасалған дүниелер. Солардың бірі қазақ қыздарынан шыққан тұңғыш режиссер Сәлима Естемісова. Ол жақында 88 жасқа толды. Кәсіби саласында 42 жыл еңбек еткен режиссердің телевизияға сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Оның бастамасымен тұңғыш телеарнада академиялық қойылымдар көрсетіліп, алтын қорға енгізілген. Кешегі телевизия ардагерін бүгінгі әріптестері мерейлі туған күнімен құттықтап қайтқан еді. Кезекті тілші бейнематериалына берейік. Мен қазақ телевизиясын Сәлимасыз елестете алмаймын. Бұл Мұхамеджан Қаратаевтың осыдан 50 жыл бұрын айтқан сөз екен. Академик тілге тиек еткен Сәлима қазақ телевизиясының тұңғыш режиссері еді. Өткен ғасырдың телевизия қазанында қайнаған қызметкерлер үшін Сәлима Естемісованың есімі мен еңбегі жақсы таныс. Бүгінде 88 жылдық туған күнін тойлап отырған телевизия ардагерінің сол жылдары кешегі күніндей әлі есінде. Қарағандыда жұмыс істеп жүргенде, сол спектакль қойып жүргенде, студия ашылды деп естіген енді. Содан кейін бір жұмыстармен Алматыға келіп, ұлым кішкентай болатын, әке-шешемнің қолында тәрбиеленетін. Соған келіп жүргенімде сол студияға, сол режиссер қайдан келе қойсын, ол студия жаңа ашылды ғой. Министерство культурада Ләйлә Ғалымжанова деген адам бар еді. Осындай телестудия ашылды. Мені соғаққа барыңыз деді. Университеттен барғыманша келген жоқ. Театрдың режиссерін қой, балам осында. Немене суық жерге қаңғырып жүрмін қой. Деп содан қалдым, соғалғаннан мұға қалдым. Сәлима Естемісова Ұлы Отан соғысы аяқталысымен 1946 жылы Мәскеудің атақты ГИТИСына оқуға аттанады. Соғыстан кейінгі қиын жылдарда өрімдей қыздың бағы жанып, 5 жылдық оқуға түсіп кетеді. Алғашында екі сөздің басын құрауға жарамсыз орысшасымен ағаш сандығын көтеріп барған бойжеткен кейін елге қызыл дипломмен оралады. Ол кезде режиссер мамандығы қазіргідей белгілі кәсіп емес дейді Сәлима әже. Профессор Завадскийдің класына іліккен 15 баланың ішіндегі қара көздісі жалғыз өзі болады. Атақты орыс режиссерлары келеді, сабақ береді. Соны ойлаймын, осы біздің қазақтан режиссер шықпағаны ма сонша? Қазақ тілінде әдемі сөйлейді, домбырашы, әнші дегені болған деген ой келді. Алдым да 46 жыл Москваға кеттім де қалдым, Қызылордаға жүйдім. Содан бардым да. Жоқ, экзамды запросто өтет жаса дедім. Сөз бекен, и тут жасадым да. Сол профессор Завадский мені бірден алды. Осылайша оқуын тәмамдаған соң отандық телевизияның ашылуына атсалысып, кәсіби режиссерлігін таныта түседі. Режиссураға 42 жылын арнаған ол 30 жыл телевизия саласында, 12 жыл театрда қызмет етеді. Сәлима Естемісовадан кейін жалпы қазақ телевизиясында әйел режиссерлар мектебі қалыптасты десе де болады. Менің арманым жоқ, менің себеп үлкен адамдармен әңгімелестім. Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқанов, Әуезовтің қызымен Москвада танысқам, көп жылдығы дос болдық. Сондықтан мен өзімді арманым жоқ деп ойлаймын. Ондай кісілерден жақсы сөз естисің, ұлағатты сөздер естисің, соның бәрі қандай керемет дейсің. Ол кезде телевизия тікелей эфирде ғана қызмет ететін болған. Сонда телевизиялық спектакльдерді қою жұмысы театрдан кем түспейтін дейді ардагер ұстаз. Сахнада Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқанов, Островский шығармалары мен Ақан серіні қойса, осындай жақсы үрдісті телевизияға келеді. Менің арманым жоқ деді Сәлима әже. Қазақ қызынан шыққан тұңғыш режиссердің есімі тарихта қалары анық. Бұдан басқа қандай арман болсын?